Жанымыз ауырған екен, жанымызға шипа іздеп келдік. Ел шипа емханасына мына жерге келгелі ине салдырып, арқамызға банк салып, хиджам алдырып жатырмыз. Өте керемет, осымен жақсы болған екен. Екінші рет келіп отырмын. Барлығына инесі де, емі де өте керемет. Барлық мынау Нұргүл қызыма рахмет. Банкысын қойып, хиджамасын қойып жатыр. Ине салып жатқан врачтарға, докторларға көп рахмет. Денеміздегі суығымыздың барлығын не қылып, өте керемет жақсы болып қалдық. Осы мен екінші рет келіп тұрмын. Әлі де келсем ба деп тұрмын. Келіңіздер, ем алыңыздар. Сіздерге көп рахмет. Осы ел шипа ұжымына көп рахмет. Барлық осы жерде жасап жатырған медбраттарға, медсестраларға, осы қыздардың барлықтарына көп рахмет. Қолдарына Құдай шипа берсін. Әлде де осы денсаулығымызды түзету үшін жаныңа керек болған екен келесің ғой. Бәрі керемет. Маған өте ұнады. Сіздердің барлықтарыңызға көп рахмет. Әлі де осы аяғыма қатты жазылып кеткенше келем деп ойлаймын. Осы мен екінші рет келдім. Әлі үшінші рет келсем ба деп отырмын. Осы мына Нұргүл қызымның қолына Құдай қуат берсін. Керемет банкі қойғаны, хиджам алғаны, сондай маған ұнап жатыр. Сондықтан осы ел шипа емханасына келіңіздер. Барлықтарыңызға көп рахмет. Ем алыңыздар. Бізге шипа болсын. Мына докторларға да, мына кісі келмей ме екен? Осы екінші рет келіп жатырмын. Екінші рет келгенде де осы кісі емін жасап, өте ұнады маған осы жасағандарын барлығы. Мына Нұргүл қызым, айналайын, саған да рахмет. Келе ғой. Көп рахмет. Рахмет, бақытты бол. Барлықтарыңызға рахмет. Әлі келе жатарымыз тағы да, өйткені аяғымның өте керемет жақсы болып қалдым. Рахмет сіздерге. Келіңіздер, ем алыңыздар. Ел шипа емханасына келіңіздер. Мынандай докторларымыз көбейе берсін, осындай қыздарымыз көбейе берсін. Барлықтарыңызға бақыт, денсаулық тілеймін.